Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар, құрметті аналар. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз қалай ұл баланы нағыз мықты ер азамат қылып тәрбиелеуге болады. Жалпы ұл баланың тәрбиесімен кімдер айналысу керек? Ұл бала бозбалалық шаққа жеткен кезде оның тәрбиесіне өте көп көңіл бөлу қажет. Сонымен қандай талаптар қойсақ біздің баламыз мықты, табысты болады. Және ер азаматтардың сезімі бар ма? Және ол сезімді неге әйелдер сияқты көрсетпейді? Егер сезімі болса, әйелдер сияқты сезіне алады ма деген бірнеше сұрақтар туындайды. Бұл сұрақтардың жауабы балалық шақтан белең алады, балалық шақтан қалыптасады. Яғни табиғатынан ер азамат ол бірінші болуға, сенімді болуға, сонымен қатар еті тірі болуға жаралған жан. Осы жерде әйел азаматтарында әлсіз деп айтуға болмайды. Әйелге тән өзіндік мықтылық бар, әр әйелдің өзінде. Енді біз ұл баланың тәрбиесіне тоқтала кетсек. Сонымен бала жылау керек пе, ер жігіт жылау керек пе? Ең алдымен ер кісіні, ер азаматты адам ретінде қабылдау керек, және пенде ретінде де қабылдау керек. Себебі ол көз жасына, қорқыныштарына, қателесуге құқылы. Өзінің эмоциясын көрсетуге де құқылы. Бастысы ер азамат өзінің қорқынышын, қателігін тек қана өзіне қана мойындау керек. Сонымен қатар өзінің қателігін, өзінің қорқынышын өзіне мойындау арқылы өзін мақтан тұтуды, өзін құрметтеуді естен шығармау керек. Балалар, мектеп жасында балалар көп төбелеседі. Неге балалар төбелеседі? Себебі балалар қыздарға қарағанда балалардың тестостероны жоғары болады. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдайда кішкентай кезінен саған жылауға болмайды деген қағиданы ұстанады. Соның ішінде негатив төбелес арқылы шығады. Қыздар негативін сөздер арқылы шығарса, олар төбелес арқылы шығарады. Кейбір кезде баланың өміріне қауіп төнген кезде тезірек шешім қабылдап, тезірек іс-әрекетке көшу керек болады. Сондай кездерде бала төбелеске барады. Сондай-ақ ер азаматтарға әйел азаматтары сияқты внимание қажет болады. Құшақтау, сүю, еркелету деген сияқты вниманияны тек қана әйелдер емес, ер азаматтарда қажет етеді. Біздің қоғамда екі ер азамат құшақтасып, сүйісіп, амандасып жатса, оған басқаша көзқарас, басқаша пікір пайда болады. Сол себепті ер азамат бір-бірімен тек қана қол алысып амандасу ғана қалыпты деп санайды. Төбелесудің екі түрі болады. Достық белгісіндегі төбелесу және достық емес мақсаттағы төбелесу. Достық белгісіндегі төбелесуді екі бала түсініп, ұғынып тұрады, алысып, жұлысып деген сияқты басқаша іс-әрекет болады. Оны достық белгісіндегі төбелесті, достық мақсатын, достықтарын ары қарай нығайту үшін, одан әрі дамыту үшін болатын төбелес. Оны ары қарай дамытып, шектен тыс физикалық күш қолданып бір-біріне жарақат салудың қажеті жоқ. Осылай екі ер бала бір-бірімен қарым-қатынас орнатады. Ол еркін қарым-қатынас. Төбелесудің екінші жағы ол баланың намысына тиіп, бала қандай да бір қорлау сөздер естіп жатса, оны өздігінен әділдік орнату үшін жасайды. Яғни осы кезде бала екі нәрсені анықтап алу керек. Осы мәселені мен қандай жолмен шешемін? Мәдени, әдеби тілмен, сөзбен шешемін бе, не болмаса физикалық күш қолданам ба, яғни жұдырық жұмсайын ба деген сияқты екі нәрсені анықтап шешіп алу керек. Өзін-өзі басқара алу үшін бала салқынқандылықты үйрену керек, және өзінің сезімдері мен эмоцияларын дұрыс басқара білу керек.
яғни кикілжіңді, түсініспеушілікті эмоциясы мен сезімін басқара ала отырып қана шешеді. Эмоциясын дұрыс басқара алмаса, өзінің қорқынышын білдіре алмаса, онда ол әдейі барып ұрып соғып кетуі мүмкін. Ондай адамдар жараланғыш, өмірден көп соққы жеген, бақытсыз, қапаланғыш адамдар көп адамдарға ренішін жұдырық жұмсау арқылы көрсетіп жатады. Табиғи еркектік талап ол спорттан, жарыстардан, өмірлік тәжірибелерден өзінің оң нәтижесін беріп атады. Себебі ер азамат өзіне қойылған талаптардың бір беткейлігін оң жолда, дұрыс жолда көрсете алғандығынан болады. Кейбір балалар бар, әкесіз өсіп жатқан. Ол балаларға айтылатын мынандай бір жол бар. Ер азаматтардың ортасында олардың қателіктерінен сабақ алу және олардың төзімділігінен сабақ алу деген сияқты ер азаматтардың дұрыс жолда жүрген ер азаматтардың ортасында жүру. Дұрыс жолдағы ер азаматтардың ойын бағытын білу. Егерде баласы әкесіз өсіп жатса, онда оның қадағалауы жоқ болып жатса, онда ол көшедегі бандалардың теріс іс-әрекеттерін, олардың сөздерін бойына сіңіріп өсуі мүмкін. Ал енді ең басты сұрақ: бала жылау керек пе, жігіт жылау керек пе? Ерлер әйелдерге қарағанда алекситимия, аутизм, алкоголизм, психосоматикадан көп зардап шегіп жатады. Бұның басты мәселесі балалық шақтан келе жатқан әлсіздік. Себебі бала кезінен сен жігіт емессің бе, саған жылауға болмайды деген сияқты көптеген тыйым сөздерді айту арқылы біз баланы морально әлсіздікке апарамыз. Шын мәнінде батылдық ол өзіне деген сенімділіктің іштегі сезімдерін ашық айта алуы. Яғни ер адам түсініспеушілікті мақұлдай алмаса, ол ашуын, ызасын эмоциясы арқылы бірденен көрсетіп қояды. Ұрсу, ашуға булығып, ашуын шынайы көрсету сізді ол нәрседен, ол мәселеден құтқармайды, керісінше сізді проблеманың үстіне проблема жамап береді. Сондықтан балаңызды жас ерекшелігіне қарай жылауға жол беріңіз. Себебі көз жасы арқылы сіз балаңыздың неге ренжігенін, оған не қажет екенін, яғни қажеттіліктерін анықтай аласыз. Сонымен қатар реніш арқылы, қажеттілікті арқылы сіз оған көмек көрсете аласыз. Басына түскен қандай да бір қиын сәттерді өзіңіздің басыңыздан өткен оқиғалармен немесе тәжірибелеріңізбен бөлісіп, оған дұрыс жол көрсетуге тырыссаңыз болады. Эмоцияларын мойындап, оларды айта алса, 99% ер адам болашақта көз жасына ерік бермейді екен. Сезімдерін анықтағаннан кейін ол шешім қабылдай алатын болады, нені қалайтынын, нені қаламайтынын анықтайды және уақытын күтеді. Сол қалауының орындалуын уақытын күтеді. Қорытындылай келе, балаңызға ұялмай, өз эмоциясын ашық көрсетуге мүмкіндік беріңіз. Себебі сіз оның көз жасына ерік беру арқылы сіз оны бірнеше тәуелділіктен құтқарасыз және өзіне деген сенімділік бересіз. Сонымен қатар басқалармен тіл табысуға мүмкіндік жасайсыз, табысты болуға мүмкіндік жасайсыз. Былайша айтқанда, болашаққа билет алып бересіз.